осы универсал соустың рецептін сақтап алыңыз. Бұл соус манты, орама, шашлыкпен де тіпті балықпен де күшті үйлеседі. Таза ыдысқа 2 ас қасық томат пастасын, 1 ас қасық чеснок, укроп, петрушка, кинза шөбін саламыз. Тұз және паприка салып, үстінен мұздай салқын су құйып, жақсылап араластырып, холодильникке 1 сағат қойып қоямыз. Бұл соусты мен шашлыкке қолданатын боламын. Отау фудта жаңа өнім, ішінен 3 қима, 2 куриный шашлык шығады. Дәл осылай вакуум пакетпен 7-8 минут қайнатсаңыз болады, немесе духовкада ысытып жеуге де болады. Сочный болып шығады, алып жеп көріңіздер. Мен қатар Отау фуд компаниясы сіздер үшін ауқымды конкурс жариялап отыр. Конкурстың басты сыйлығы iPhone 17 және де түрлі ақшалай сертификаттар берілетін болады. Шарттары өте оңай, кез келген қаладан кез келген адам қатыса алады. Басты шарты Отау фуд өнімін пайдаланып, түрлі рецептер, лайфхактар, дәмді тағамдар пісірсеңіз болғаны. Және де осы конкурсқа қатысып, өз бағыңызды сынап көріңіз. Толық ақпарат Отау фуд парақшасында жазылып тұр.